хит болған жүрекше пирогын дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, үстінен шекерімізді саламыз. Миксердің көмегімен көпіршігі үлкен болып 2 есе ұлғайғанша, ағарып ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы араластырып аламыз. Ұнымыз бен разрыхителіміз бөлек ыдысқа араластырып, үстінен осылай електен өткізе отырып, 2-ге бөле отырып, қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырдан 2 ас қасық бөлек алып, үстіне 1 шай қасық какао, 1 шай қасық сүт қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді барлығын формаға құямыз. Шприцтің немесе қасықтың көмегімен осылай дөңгелекшелер жасап аламыз. Үстінен ағаш таяқшаның көмегімен осындай сызық сызып, жүрекке ұқсатып сызып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін ағаш таяқшамен тексеріп аласыздар. Ортасы жұмсақ, керемет дәмді болып шығады. Толық рецепт YouTube каналымда бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.